Достар, қайырлы таң. Бүгін біздің операционыда 57 жастағы науқас. Осында УЗИ сердца жасап, ол науқаста митралды клапанның жетіспеушілігі, 3-ші дәрежелі жетіспеушілігі табылды. Операция кішкентай ғана тілік арқылы жасалады. Ол кеуде қуысының оң жағынан ең үлкен тілік ол 5 сантиметр. Және де шабыт жақта 2 сантиметрлік тілік жасалады. Сол арқылы жаңағы аппарат искусственного кровообращения деген қосылады. Және де операция сол арқылы жүргізіледі. Құрметті достар, операция бітті. Барлығы сәтті өтті. Митралды клапанның орнына қалпына келтірдік. Барлығы гемодинамикасы бір қалыпты. Енді науқас реанимация бөліміне ауыстырылуға дайын. Сегодня мы сделали операцию пластика митрального клапана мини-доступом. Данная операция позволяет пациентам ранее реабилитироваться. Послеоперационный период сокращается до 5 дней. В нашем центре проводятся такие операции. Если вам будет необходима данная операция, мы всегда рады вас встретить, принять.